Өміріміздегі әр нәрсе мен әр адамның өзінің орнында болуы туралы және соның маңыздылығы туралы мен айтқан болатынмын. Мысалы, әке-шешемізге ақыл айтқыш болсақ, біз кімбіз? Біз олардың әке-шешесінің орнына өзімізді дөп етіп апарып қойғанымыз. Сол кезде не болады? Құдай бізді айналайын әрі түрдеп, әртүрлі өмірлік жағдайлармен өзіміздің орнымызға апарады, және ол біздің нәпсіміз үшін, біздің санамыз үшін оңай тимейді. Яғни біз қашан жеңіл және әдемі өмір сүреміз. Біз өзіміздің орнымызда болғанда. Бүгін бір мынандай бір жағдай болды, мен жалпы бөлісіп өтейін. Менің жасым 37-де. Мысалы, бұйырса, бір айдан кейін 17 ақпанда мен 38-ге толамын. Яғни 40-қа таяп қалған бір ер жігітпін. Менің жеңгем бар, менің үлкен ағамның жұбайы. Кішкентай кезімде, жалпы мен 10 жасында болғанда мекен, 9 жасында болғанда ол кісі біздің үйге келін болып түсті. Сол менің туған апамдай болып кеткен адам. Сол кішкентай кезімде мектеп оқығанымда мені әрдайым бағанағы еркелетіп, маған керегімді әперіп жүрді. Қолынан келгенше. Сосын мен бағанағы мектепке түсіп, одан бітіргенде бүкіл ұйымдастыру, бал дейді ғой, жалпы. Осенний балдар бар, күзгі балдар неше түрлі, сосын бітіру балы бар, оқу бітіргенде. Соның барлығын ұйымдастырып, менің сол абыройлы болуыма үлкен бір септік тегізген адам, және жоғарғы оқу орнына түсіргізген адам. Яғни мені жетектеп жүрді. Мен сол кезде сол жеңгеме, былайша айтқанда, қайны іні болдым. Дұрыс па? Ол менің жеңгем, мен іні. Одан кейін өстік, ер жеттік, әйттік, бейттік, мінезімізді көрсеттік. Мен оған да ол кісіге де талай мінезімді көрсеттім. Соның ішінде мына 2020-21 жылдары, яғни менің өміріме араласпаңдар, мен өзім білемін, әйтемін, бүйтемін, сөйтемін деп оған айтпағаным жоқ. Және де оларға қатты ақыл айтқыш болдым. Яғни қалтам қалыңдағасын өзімше бір бұл өмірдің қожайындай болып кеттім. Бәрінің алдында мұрнымды қалай айтсам болады, жоғары көтеріп өзімше. Сондай болып кеттім. Яғни менің жанұямда көбі қарапайым жұмыс жасайтын адамдар, ал мен кәсіпкермін, ол кезде менің ақшам көп. Түсінікті ғой енді жағдай. Содан кейін мені, конечно, жаратқан иеміз өз орныма түсірді. Өз орныма түсіріп қоймай, дұрысынан сабағын берді, дұрысынан сабады. Былайша айтқанда. Енді болған жағдайды айтайын бүгін. Менің енді осындай бір үлкен қарыздарға кіргенімді әрине біледі, менің бағанағы жанұялық жағдайымды біледі, соған уайымдап, шырылдап жүр. Бүгін мені шақырып алып, базарға алып барды. Базарға алып барып, маған басыма шапка алып берді, телпек. Ішкі киім алып берді, яғни осылай кәдімгідей сүйреп жүрді. Енді осы нәрсені осыдан 1-2 жыл, 2-3 жыл бұрын істегенде менің нәпсім қатайып тұрып алушы еді. Яғни мен өзім білем бәрін, мен өзім аламын. Яғни, ты чё, вы кто такие? Я такой, Артур Зинулин, а вы кто такие деген сияқты нәрсе ғой. Бүгін сол керемет әсер алдым, шынымды айтсам. Ол телпекке, ол бағанағы кейбір киімдерге, ішкі киімдерге мен мұқтаж емеспін. Шыны керек енді, шынды айтайын. Бірақ болса, яғни керемет.
менен бір экономия, дұрыс па? Бірінші жағынан. Екінші жағынан, бұл деген енді өзімнің мен өмірімді тапқаннан кейін, бағана өз өмір жолымды тапқаннан кейін, бұл кеңістіктің Құдайдың маған беріп жатырған бір кіші сыйлықтары. Осындай кішкентай сыйлықтар, кішігірім сыйлықтар, үлкенді сыйлықтар менің өмірімде қазір өте көп болып жатыр. Яғни, бұл кеңістік мені көрді, бұл кеңістік маған рахмет айтып жатыр, бұл кеңістік мені жақсы көреді. Сол бір кеңістіктің жақсы көргенінің белгісі деп қабылдап жатырмын. Сосын тағы бір қабылдаған нәрсем, мен бүгін кәдімгідей кішкентай бір іні, ол менің апам, жеңгем, ал мен іні болдым. Бір күн болса да өзімді сондай бір ұмытылып қалған бір сол сезімді қайтадан басымнан кешірдім, басымнан өткіздім. Ол сондай керемет сезім алдым бүгін. Мен енді өзім жүріп қалғасын, андай брендті киімдерді жақсы көрем. Киінген нәрсем, киген нәрсем тек оригинал болу керек. Мысалы, базардан 1000 теңгенің, 2000 теңгенің нәскиін кимеймін. Мен бір Nike-тің нәскиін немесе басқа бір қымбатырақ нәскиді киемін. Жалпы бүкіл киім, бас киім дәл сондай. Мысалы, болады ғой енді Adidas деген оригинал Adidas, бір жерде китайский Abibas деп мысалы жазылып тұрады, подделка. Ондайларды мен кимеймін негізінде. Енді бүгін сол жүріп, мысалы, маған мынандай телпек алып берді. Мен қазір көрсетейін. Мынандай телпек. Атырауда Көктем деген базар бар, содан мынау енді негізінде оригинал түрі, Under Armour деген қымбат тұрады мына кепкінің, мына телпектің. Бір 30 мыңдай тұратын шығар. Бұны маған базардан 3000 теңгеге алып берді. Бұл яғни оригинал емес. Бірақ бұл телпектің мен үшін құны ол 3000 емес. Бұл телпектің мен үшін құны ол шексіз, былайша айтқанда құн жоқ енді. Қалай деп 30 мың деп айтайын ба, 300 мың деп айтайын ба. Яғни бұл өмірде әр нәрсе ақшамен есептеле бермейді. Бұл телпек, мен әрине бұны ертең міндетті түрде киемін жұмысқа. Бұны мен сондай бір ләззатпен киемін, себебі бұл телпектің ішінде махаббат жатыр, түсінесіздер ме? Осындай санамды кеңейтіп, осындай бір кішкентай нәрселерден ләззат алып жатқаныма, және сол ләззатқа сондай бір ләззатты сезіну үшін осындай бір сабақтарды, сынақтарды өз өмірімнен өткізгеніме бесконечно, шексіз рахмет айтам жаратқанға, ұлы күштерге. Яғни нағыз бақыт деген осы. Нағыз бақыт деген ол сенің ақшаң болсын болмасын, сүйген жарың болсын болмасын, жұмысың болсын болмасын, бір атақ абыройың болсын болмасын, соған тәуелді болмаса, сол болса да болмаса да сен өзіңді бақытты сезіне білсең, сол нағыз бақыт. Ал егер сенің бақытың бренд киімдерден, Land Cruiserден, немесе үйден, кредиттің жоғынан, қасыңдағы жарыңнан тәуелді болатын болса, сен бақытты болу үшін сен міндетті түрде күйеуге шығуың керек болса, немесе үйлену керек болса, немесе міндетті түрде сенің ақшаң болу керек болса, онда сен бақытты емессің. Әрине, бұның бәрі керек, керемет нәрселер, бірақ бұның барлығы сен шынайы бақытты болғанда өзімен өзі келетін нәрселер бонус ретінде. Сен артынан қуып жүріп ұстаған бақыт, ол бақыт емес. Мен талай қудым ондай бақытты. Мен сондай бақыттың артынан жүріп, сондай бір ақшаларды жинап, мен бақытты сезінген жоқпын. Керісінше мен қазір бақыттымын. Сол мына өзімнің жолыма түскенде, өзімнің бағанағы бақытымды, шынайы бақытымды сезіне бастағанда, осындай сыйлықтар менің өмірімде көбейіп кетті. Сосын тағы бір айтатын нәрсе, адамдар қарыздарын, мен мысалы кейбір адамдарға қарызбын ғой, сол адамдар қарыздарын кешіріп жатыр. Түсінесіздер ме? Осы жақында соңғы болған жағдай 200 мың теңге бір адам қарызын кешіріп тастады.
Артур, кешірем, уайымдама, бәрі жақсы деп. Кешіргеннің мынандай бірнеше түрі бар ғой. Ой, сенен ештеңе шықпайды, сен сол қайтармассың, кетші, құрып кетші, бермей ақ қойшы деген ол бір кешірім бар. Екіншісі, сол кешіріп, мені түсініп, болашақта жолың болып кетсін, болашақта енді көре жатармыз, аман бол, шынайы бағанағы ниетімен, шынайы тілегімен кешірген. Ол бір бөлек, дұрыс па? Сондай бір жағдайлар менің өмірімде болып жатыр. Яғни рухани жолға түсу, өз-өзіңді дамыту, өз-өзіңді тану сол үшін керек. Ол әрдайым оңай бола бермейді. Басында, бастағанда кейбір яғни бір өмірдің бір бонустарын көре бастайсыз, бірақ өзіңіздің ішіңізге үңіле бастаған сайын бір қиыншылықтар шыға бастайды. Сіздің ішіңізден ескі заңдарыңыз лап етіп шыққанда, бұл өмір не болып кетті деп өзіңіз таңғаласыз. Бірақ сол шығу керек. Ол нәрсе сіздің ішіңізде жатыр, ол нәрсе жайлап та болса бірден шыға береді. Ол нәрсенің бірнеше жыл бойы шыққан жақсы ма? Әрі қарай сізді бана қораға тығып, әлде сол 1-2 ай, 1-2 жыл кішкене былайша айтқанда апельсин жеуді сізді сілкеген жақсы ма? 1-2 ай, 1-2 жыл сізді сілкіп, ары қарай ракета ұқсап жоғары қарай ұшқан жақсы ма? Мен сол ракета ұқсап ұшқанды таңдадым. Сол үшін менің осы 2-3 жылым осындай бір қатты сілкіністерге толы болды, бірақ мен разымын, мен шексіз разымын. Осы кепкі кез келген қымбат кепкалардан қымбат бұл деген. Және де шынымен де бір қайын іні болып, сол жеңгемнің артынан жүрдім. Сол бағана сатушылармен бағанағы нетіп, саудаласып, түсіңші маған қарап, Артур қалай барама? Мен әтөн дейді. Әтөн қарай барама? Мен бір сонда бір ләззат алып тұрмын. Өзімді бір андай кішкентай бір 7-8 жасар баладай сезініп тұрмын. Бұрын мысалы 2-3 жыл бұрын солай болса мен ана жерде ұялып жерге кіріп кете жаздар едім. Ал қазір мен кәдімгідей өзімнің сенімділігім артқан, мен кайфовать етіп тұрмын ғой ана жерде. Маған нәски алып берді, маған труси алып берді, маған керемет сондай бір жағдайды сезініп тұрмын. Сол бір жағдаймен сіздермен бөлісіп тұрмын. Ал сол үшін осы бір көк шайды алып қояйық, осы бір казинактан жеп қояйық. Яғни бұл деген орех, шемішкелер ішінде, яғни пайдалы тамақтар, өнімдер, бұлар біздің вибрациямызды көтереді. Осындай шайды сол. Сосын осындай бір жақсы әуендер, өлеңдер. Сіздердің саулықтарыңыз үшін ал кеттік. Аман болыңыздар.